Барлықтарыңызға сәлем, ал распаковкамызды бастайық. Кеттік. Қытайдан ең алдымен заказ берген бірінші товарым ол осындай лампа, яғни кухонныйдың немесе басқа да шкафтарға қойып қоюға беспроводной, яғни зарядтап істейтін осындай лампа. Жарығы ұнады, жақсы екен. Келесі затым міне осындай ұлыма берген аяқ киімім. Қыста да кие беруге болатын осындай қалың және жеңіл жайлы аяқ киім. Маған өте қатты ұнады, аяқта өте әдемі жайлы болып тұрады екен. Одан кейінгі берген заказым ол өздеріңіз көріп резинка. Ішінде 100 штук, бар жоғы бір тиын тебен тұрады. Келесі заказым осындай мужской олимпика. Іші мақта, жұмсақ, қалың екен, маған ұнады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мінекей моделі осындай. Келесі затымызды ашайық. Мынау кішкентай ғана коробкада мен не заказ беріп едім деп ойланып тұрсам, бұл осындай сағат екен. Бұл бар жоғы 600 теңгеме тұрады, бірақ қолда өте әдемі тұрады екен. Маған қатты ұнады. Келесі затым осындай кофтаға заказ бердім өзіме. Тура размерім екен, цветі де бәрі ұнады, ақ-қара цветін таңдағанмын. Матасы созылып кетпейтін, жақсы тігілген екен, артық бір жібін көрген жоқпын шығып тұрған. Шынымды айтсам, маған ұнап жатыр барлық заттары. Бұны 2 кофтаны мен бар жоғы 1200 теңгеге алдым. Мұндай бағада кофтаны ешқайдан таппайсыздар. Қазір бізде бір кофтаның өзі 6000 теңге тұрады. Одан кейін осындай женский етікке заказ бердім. Бұл да өте қатты ұнады, ішіндегі мақтасы қалың екен. Ал енді келесі затымыз осындай машинаның артына үрлеп қоятын спальный, яғни бұл баламен жол жүрген кезде жақсы екен, артына жатқызып қойғанда өте жайлы болады. Мен сіздерге қазір суретін көрсететін болам үрленген. Міне осындай. Енді келесі заттарымыз осындай контейнер. Контейнеріне маған қатты ұнайды, осыған осымен 3-ші рет па 4-ші рет па заказ бердім. Осындай өзің салатын крышкалармен бірге болады. Келесі затым осындай молочный цветтегі куртка. Бұл куртканың да качествосы біздің өзіміздің курткалардан, Қазақстандағы магазиндердегі курткадан артық болмаса кем емес. Прям күшті екен. Размерде тура келді, маған доп-дұрыс. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бізде бұл курткаларды 15-20 мыңнан сатады. Келесі затымды ашатын болсам, бұл аяқ киім женский. Қайынсіңіліме заказ бергенбіз. Оның да енді качествосы тура суреттегідей түрі де качествосы да күшті болып келді. Енді барғаннан кейін киіп көретін болады. Енді келесі тағы да қызыма берген аяқ киімім. Қыздар прямо бұның качествосы деген қатты ұнады маған. Мынау аяқ киімді мен бар жоғы 2800 теңгеге заказ бердім. Бірақ қалың, қысқа, шыдамды, күшті аяқ киім екен. Бізде бұндай аяқ киімдерді 10 мыңнан жоғары болады. Келесі затым осындай сумка. Үй жаққа сыртқа шыққан кезде ұстағанға жақсы екен, үлкендеу. Тем более бізге баламен болғаннан кейін үлкен сумка қажет. Енді келесі затымыз мужской трико. Қалың трикоға заказ бергенмін жігітіме. Жұмысқа кигенге кезектесіп. Бұл да жақсы екен. Қалыңдығы жақсы, тура суреттегідей. Бұл да күшті. Ұзындығы, размері барлығы тура келе қалды. Келесі затым осындай тройка, яғни футболка, трико және шортыймен. Барлығы тура размерім дұрыс болып шықты. Енді матасы да ондай қатты созылып кететін мата емес, тығыз екен. Бұны жуып та көрдім, қыздар, тура сол қалпында тұр. Прям күшті екен, үйге кигенге жұп-жұқа, жеңіл екен. Келесі пакетімізді ашайық. Бұл менің кішкентай ұлыма берген триком үйге кигізгенге. Қалың екен, бұны бар жоғы мен осы 2 штугын 760 теңгеге алдым. Бізде бұндайлардың 1 штугының өзі 1500 теңгеден тұрады. Келесі затым осындай кішкентай ұлыма арналған қалың носкиге заказ бердім. Бұның ішінде 5 парасы бар екен. Қалың, қысқа арналған, өте жақсы екен. Енді келесі осындай двойкаға заказ бердім. Үйге киетін өзіме. Бұған распаковка түсіріп үлгермедім. Балаларыммен арпалысып. Бұл да күшті болып шықты бірақ. Қыздар, мен секілді ақшаларыңызды үнемдеп, арзан және качествосы жақсы заттарға заказ бергілеріңіз келсе, мен арқылы заказ беріңіздер немесе менен үйреніп алсаңыздар болады. Баршаңызға сәттілік.